Ассалаумағалейкум. Бүгін 16 тамыз сейсенбі, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Алдымен аңдатпа. Василий Левит Рио Олимпиадасының күміс жүлдегері. Жерлесіміз ақтық шайқаста барын салғанымен төрешілер шешімі қарсыласына алтын әперді. Алматының Алғабас ықшамауданының тұрғындары тағы да алаңдаулы. 9 қабатты ғимарат қисайып бара жатыр дейді олар. Күннен күнге қисайып баратыр, алдыға қарай. Қорқамыз, шиеттей бала шаға. Ақтөбедегі лаңкестік оқиға кезінде қаза болған оңтүстік Қазақстан облысының тумасы ұлттық гвардия сарбазы Досбол Сапардың отбасына 4 бөлмелі үй берілді. Президент Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Сочиге сапары барысында Владимир Путинмен кездесті. Екі ел басшылары өзара қарым-қатынасты нығайту жөнінде, сондай-ақ аймақтық және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер талқылады. G20 саммиті, ТМД мемлекет басшылары кеңесі және Қазақстан мен Ресей аймақаралық ынтымақтастық форумы алдындағы әзірлік барысын пысықтады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ресей президентінің шақыруына алғыс білдіріп, екіжақты ықпалдастықтың дами түсетініне сенімді екенін айтты. Что касается наших отношений, я считаю, что они образцовые и в политическом, и в экономическом плане. 6000 совместных предприятий российско-казахстанских сейчас работают. Они все реальное воплощение нашей интеграции в жизнь. Очень важная двухсторонняя встреча 4 октября, наша традиционная межрегиональная, где, как мы договорились, мы проведем очень мощный российско-казахстанский бизнес-форум. Я очень большие надежды вкладываю и просил бы, чтобы кроме приграничных регионов, Москва, Санкт-Петербург и Восточная Россия тоже приняла участие на этом саммите. Я знаю, что готовится очень много проектов, примерно на 25 миллиардов долларов совместных контрактов. Наша задача выйти вместе и помогать друг другу. Я рад, что налаживаются отношения с Турцией. Наши казахстанско-российские отношения остаются стабильным на основе наших договоров о дружбе и сотрудничестве и договоре о союзничестве, обращенный в 21 век. Они работают по всем направлениям. Я рад, что Казахстан и Россия остаются надежными соседями и партнерами, и все вопросы решают так, как должно решаться в цивилизованном мире. Я благодарю вас за такое отношение к Казахстану, нашему народу. Думаю, что так у нас и будет продолжаться. Өз кезегінде Владимир Путин экономикалық қиыншылықтарға қарамастан екіжақты байланыс беки түсіп, аймақты дағдарыстан шығару мәселелері бірлесе шешіліп жатқанын айтты. Сондай-ақ екі елдің стратегиялық әріптестігі де барлық салаларда нығая түскенін атап өтті. Жүздесу барысында Владимир Путин қазақ көшбасшысына Ресей-Түрік қарым-қатынасын оңалтуға ықпалдасқаны үшін алғысын білдірді. Орын алған жағдайды реттеуде Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлі зор болды дейді Ресей лидері. Мы искренне стремимся. Ресей тарапы Түркиямен қарым-қатынасты жандандырып жатыр. Біз екі жақтың ынтымақтастықты толыққанды дамытпақпыз. Түрік президенті Режеп Тайып Ердоғанның Ресейге соңғы сапары екі ел байланысын әрі қарай дамытып, ықпалдастықты нығайта түсетінімізді тағы да дәлелдеді. Жұмыстың жандана түсуіне ықпал еткен сізге зор алғысымызды білдіремін. Өзге де тақырыптар. Алматының Алғабас ықшамауданының тұрғындары тағы да алаңдаулы. Нөмірі 148 үйде тұратын адамдар кеше түнде 9 қабатты ғимараттың қисайғанын айтып дабыл қаққан. Бірақ ғалымдар мен тиісті мекеме өкілдері алаңдауға негіз жоқ деп отыр. Әріптесім Ұлан Нарымбек тұрғындармен кездесіп қайтты. Тұрғындардың дабыл қағуына мына екінші подъездің есігі себеп болған. Бұрын оп-оңай ашылатын есік қазір орта жолда тіреліп қалады. 54 пәтерлі үй бірнеше ай бұрын ғана пайдалануға берілген. Мұнда негізінен көп балалы отбасылар, мүгедектер, жетімдер үйінің түлектері мен жалғыз басты аналар тұрады. Қисайып баратыр, алдыға қарай. Мына жақта қаққан су, как раз жауын басталды. Соның бәрі подвалға кіріп атты. Судың бәрі сол жерде ылқылдап жатты. Қорқамыз, шиеттей бала шаға. Оның үстіне көп қабатты үйдің кәріз жүйесі де дұрыс жасалмаған. 9 қабатты үйден шыққан жуынды су жер төленің ішіне ағып жатыр. Уклонның соқтығынан подвалға ағып жатыр, соның астына подвалға бочка қойып қойған. Сол бочкаға ағып жатқан суы. Бұның бәрі қайтадан жасау керек.
Ыстық суды әлі берілмеген, өйткені су құбырлары сын көтермейді дейді тұрғындар. Ал мынау екінші топтағы мүгедек Асқат Мамаевтың баспанасы. Жастайынан жетім өскен жігітке бір бөлмелі пәтер бұйырған. Алғашқы қуанышы сынық есікті көргенде су сепкендей басылады. Мен уже чамам жетпейді уже. Бұл өзім 35 мың пенсия алам. Бұған қайда маған ақша? Бұл сұрадым, бағасы қанша? Бұл бағасы 30 мыңға, 40 мыңға кетеді. Жалпы Алғабас ықшамауданында 9 қабатты 30 шақты үй бар. Маусым айында 72 пәтерлі ғимарат қисайғанда қалалық әкімдік осындағы үйлерді зерттеуге тапсырма берген. Нәтижесінде бірнеше үйдің топырағы жұмсақ екені анықталды. Оның ішінде 148-ші үйде бар. Бұл үйді Дания Construction компаниясы салған. Алайда өз ісіне салғырт қараған құрылыс компаниясының жетекшісі қазір қашып жүр. Жер құрамы жаңағы нормаға сәйкес болмағандықтан біз қазір осы нығайту жұмыстарын бастап жатырмыз. Ол мәселе үй қисайды, құлайын деп тұр деген әңгіме емес. Бұл сол жағдайға жеткізбеудің жұмысы. Сіздер соны дұрыс түсініңіздер. Айта кетейік, маусым айында қисайып кеткен үйдің де іргетасы күшейтіліп, орнына қойылатын болды. Бұл жұмысты құрылыс компаниясы өз қаржысының есебінен қазан айында аяқтауды жоспарлап отыр. Ұлан Нарынбек, Айдар Әбдешев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан. Кез келген құрылысқа дер кезінде толық техникалық тексеріс жүргізілсе, бірқатар проблемадан арылуға болады. Мәселен, ол үшін ең алдымен нысанды салмас бұрын топырақ құрамын инженерлік зерттеу, үйді салуға арналған құрылыс материалдарының сапасын қадағалау керек. Электр және су желілері жаңа болуы тиіс. Ескі құбырлар мен желілерге қосылу қауіпті. Бұл талаптар орындалмаса, үйдің іргетасы шөгуі, құрылыстың құлап, қисайып, не болмаса қабырғалардың жарылуына әкеп соғады. Мәселен, осыдан 4 жыл бұрын Қарағандыда үлескерлердің қаржысына салынған Бесоба ықшам ауданындағы 5 қабатты үй құлаған еді. Сараптама нәтижесінде құрылысқа инженерлік тексеріс жүргізілмегені анықталды. Яғни мердігерлер нысанды көтерер алдында топырақтың құрамын зерттемей, сметалық құжатта құм үстіне салынатынын жазған. Алайда үй балшық үстінен қаланғаны анықталған. Жалғастырамыз. Техникалық бақылау тақырыбын жалғастырсақ, әлемдегі қаржылық қиындықтарға қарамастан, мемлекет құрылыс пен жөндеу жұмыстарына қомақты қаражат бөліп отыр. Тек мердігерлер тапсырылған істі уақытылы әрі сапалы атқару тиіс. Олардың жұмыс барысы, қаржыны игеру әрдайым қоғам назарында болады. Қостанайға іссапармен барған Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед осылай деді. Қостанай қаласына Нұрлы жол бағдарламасы арқылы 4 жобаға 2 миллиард 600 миллион теңге бөлінген. Бұл қаржы жылу нысандарын жөндеумен 40 жылдан астам уақыт жаңармаған су құбырларын ауыстыруға мүмкіндік береді. Десек те қаражаттың игерілуі көңіл көншітпейді. Былтырғы 15 жылда жұмыстан шамалы қалыс болды. Биылғы жылға солардың бәрін орнына график бойынша биылғы жылға жетіп келе жатырмыз. Жылу жағдайында 3 объекттің қазіргі күнге игерілгені 94%. Су бойынша міне 44% бүгінгі күнге ilgеріліп отыр. Гидротораптан облыс орталығына техникалық су жеткізетін мына жобаның құны 578 миллион теңге. Қостанайда қазан айында жылу маусымы басталады. Мердігерлер жұмысты қарашаға дейін қайтсек те аяқтаймыз дейді. Мұхтар Құл-Мұхаммед құбыр тартудың тым шабан жүріп жатқандығын сынға алды. Мынау объект осыдан 2 жыл бұрын басталған, әлі күнге дейін аяқталмаған. 2 ай уақыт қалды. Сондықтан осындай әрбір нысан бұл партияның бақылауында болу керек. Кез келген басталған жұмыс аяғына сапалы түрде жеткізілу керек. Міне партиялық бақылауда Нұрлы жолдың президенттің әрбір бағдарламасы алдағы уақытта партиялық бақылауда болатын болады. Ал Қостанайдағы нөмірі 115-ші орта мектепте жөндеу биылғы маусым айында басталды. Әйтсе де жұмыстың дені еңсерілген білім мекемесі қараша айында дайын болмақ. Өткен ғасырда салынған ғимараттың күрделі жөндеу көрмегеніне 57 жыл. Іші сырты бірдей азып, балалардың арманы болып еді. Қай кезде осы жаңа ғимаратқа келеміз деген. Бүгінгі таңда жақсы күрделі жөнделу болып жатыр мектебімізде. Іші сырты бірдей, инженерлік коммуникациялары, материально-технический база бәрі де жаңадан болады. Мектепті күрделі жөндеуден өткізуге жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша 576 миллион теңге бөлінген. Қостанайлықтармен кездесуінде Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары мемлекеттік бағдарламалардың дағдарысты еңсеріп, жұмыссыздықты азайтуға елеулі ықпал етіп отырғандығын атап өтті. Абылай Маудан, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, қорытынды жаңалықтар.
Жаһаннан бірер ақпар. Перудың оңтүстігінде болған 5,4 балдық жер сілкінісінен 4 адам көз жұмып, 70-ге жуығы жараланды. Жергілікті билікті мәлімдеуінше, зілзаладан 130 тұрғын үй қирап, 500-дей ғимарат зақымданды. Жолдар жабылды, бірнеше елді мекен жарықсыз отыр. Ең көп зардап шеккен Кайома провинциясында төтенше жағдай жарияланды. Құтқарушылар жұмыс істеуде. Елдің зардап шеккен аудандарына гуманитарлық көмек жеткізілуде. Ал Мексиканың Пуэрто-Вальярта қаласында қаруланған қылмыскерлер мейрамханада тамақтанып отырған бір топ адамды ұрлап кетті. Жергілікті бақ өкілдерінің хабарлауынша кепілге алынғандар 16 адам. Оқиға туристік аудандардың бірінде болған. Куәгерлердің айтуынша қару кезенгендер 2 джип көлігімен келіп мейрамханаға баса көктеп кірген. Іштек жұртқа көліктерге отыруды бұйырған. Халиско штатының полициясы тергеу амалдарын бастады. Әзірге жағдайдың анық-қанығы туралы еш ақпар жоқ. Тергеу қарқынды жүруде. Федералды билікпен тығыз жұмыс істеудеміз. Жерден де әуеден де бақылау күшейтілді. Пуэрто-Вальярта халқы үрейленбесе болады. Жақын арада барлығы анықталады деп сенемін. Ел жаңалықтарына ауысамыз. Ақтөбедегі теракт кезінде қаза болған Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы ұлттық ұланның сарбазы Досбол Сапардың отбасына 4 бөлмелі үй тарту етілді. Баспана облыс полицейлер жинаған қаражатқа сатып алынды. Сарбаз қазасынан кейін оның отбасына көмек ретінде ішкі істер департаменті мен жергілікті полиция қызметкерлері бір күндік жалақыларын аударған. Батыр жерлестерін қайғыра еске алған тәртіп сақшылары Досболдың ата-анасына нағыз патриотты тәрбиелеп өсіргені үшін алғыс білдірді. Естеріңізге сала кетсек, Шардара ауданының Көксу кентінде дүниеге келген сарбаз небәрі 19 жаста еді. Ол 5 маусымда Ақтөбедегі нөмірі 66-та 55 әскери бөліміне жасалған қарулы шабуыл кезінде ерлікпен қаза тапқан. Осы ұлттық ұлан қызметкері елімізді қорғаған, өзінің елбасының тапсырмасын толық атқарған, ерлік жасаған жерлесімізге осындай сый-құрмет атқарып жатырмыз. Я қуанарымызды білмей, я жыларымызды білмей қалдық. Балам тірі болғанда 5-6 үй салар еді деп ойлаймын. Яғымызына ел аман болсын. Басты байлығымызына жеріміз аман болсын. Солтүстік Қазақстанда құтқарушылар соңғы айларда 55 адамды ажал аузынан алып қалса, Экспо 2017 көрмесінің ұйымдастырушылары Бурабайда еліміздің бірнеше облыстарынан келген туристік операторлармен кездесті. Олай болса, аймақтар топтамасына ауысамыз. Шығыс Қазақстан техникалық университетінің ғылыми қызметкерлері Өскеменнің ірі зауыттарына 10 түрлі тың жобаны енгізуді көздеп отыр. Сондай-ақ Семей әуежайы соңғы жылдары әуе рейстерін көбейтіп жұмысын жандандырды. Мамандар күрделі жөндеуге 10 миллиард теңгеден астам қаражат керек дейді. Бұған қоса қаладағы жылу орталығын жаңғыртудың 3-ші кезеңін аяқтауға да қосымша қаражат қажет. Ал Жамбыл облысының Талас ауданында кен өндірісі мен мал шаруашылығы қатар дамуда. Еліміздегі барлық фосфориттің жартысына жуығын өндіретін Шолақтау кеніші еңбеккерлерімен кездескен мәжіліс депутаты Бақытжан Әбдірайымов мемлекет тарапынан маңызды өндіріске қандай қолдау көрсетіп жатқанын атап өтті. Соңғы 4 жылда фосфор өндіру саласына 160 миллион долларға жуық қаражат салынды. Ал кеншілер соңғы 7 айда бюджетке 1 миллиард теңгеден астам салық төлеген екен. Әскери ұшақта алғаш рет қыз бала бағындырды. Қазір Қазақстанның ұлттық гвардиясы құрамында жалғыз ұшқыш ару бар. Ол 22 жастағы Ардана Ботай. Қатардағы жауынгер Алматыдағы азаматтық авиация академиясын тәмамдаған. Білімін Финляндияда жетілдірген бойжеткеннің әуе кемесін тізгіндеуде 240 сағаттық тәжірибесі бар. 3 ай бұрын ұлттық ұлан авиациясына қабылданған Ардана әскери ұшақтың штурвалына алғаш рет өткен айда отырды. Ал солтүстік Қазақстанда құтқарушылардың жұмысы қыза түсті. Күн ысып шомылу маусымы басталғалы бері суда құтқару қызметінің мамандары өңірдегі өзен көлдерді қатаң бақылауға алды. Олар соңғы айларда 55 адамды ажал аузынан алып қалған. Ал жалпы жыл басынан бері Теріскейде 21 азамат суға батып кеткен. Олардың 5-еуі жеткіншектер.
Елімізде Экспо 2017 көрмесіне дайындық күшейді. Көрмені ұйымдастырушылар Бурабайда еліміздің бірнеше облысынан келген туристік компаниялардың өкілдерімен кездесті. Шара соңында туроператорлар Бурабайдағы қызмет көрсету нысандарының дайындығын көріп, көрікті жерлерді аралап шықты. Айта кетейін, Экспо 2017 халықаралық көрмесіне әлемнің 100-ден астам елінен 300 мыңға жуық қонақ келеді деп күтілуде. Экспо меймандары арасында ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Сара Сьюэллді болуы мүмкін. Оның шараға еліміздің мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова шақырды. Бүгін кездесуде елдер арасындағы ынтымақтастықтың жай-күйі мен перспективаларына талқыланып, өңірлік және халықаралық мәселелерге қатысты пікір айтылды. Азаматтық қауіпсіздік, демократия және адам құқығы мәселелерімен айналысатын Сара Сьюэлл Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік комитетіне мүше болуын бастапқыда қолдағанын жеткізді. Ал Гүлшара Әбдіқалықова орталық Азия елдері мен ақш-тың сыртқы саяси ведомство басшылары деңгейіндегі С5 қосу бір форматындағы диалогты Қазақстанның қуаттайтынын айтты. Бұған қоса Астана халықаралық қаржы орталығы құрылғанын, оған америкалық инвесторлар қызығушылық білдіретініне сенім білдірді. Жалғастырамыз. Шетелдік қаржы демекші, сырттан келетін қаражаттың қандай мақсаттарға жұмсалып жатқаны енді жария болады. Яғни ол ақша пайдалы іске бағытталады ма, әлде керісінше елге қауіпті шаруаға кетеді ме? Міне, осы туралы мемлекеттік кірістер органы жұртқа ақпарат береді. Бұл күдік тудыратын мәселелерді алдын ала шешіп, ұлттық қауіпсіздікке қатысты түйткілдерді реттеуге мүмкіндік береді. Биыл 10 қазаннан бастап күшіне енетін төлем және төлем жүйелері туралы заңда осындай өзгерістер болды. Тілші әңгімесі. Баян Ахметжанова үкіметтік емес салада 20 жылға жуық еңбек етіп келеді. Төлем және төлем жүйелеріне қатысты жаңа заң жұмыстың ашықтығын қамтамасыз етеді дейді ол. Сондықтан Баян Теміртасқызы шетелден келетін қаржыны қайда жұмсайтыны туралы есеп беруге дайын. Әрбір кісілер сұраймыз деген, білеміз деген, олар біздің жұмысымызда қайдан келіп жатқан ақшалардың оның бәрін білу керек. Соған қарағанда ол бүгінгі заң сондай қатал ауыртпашылық үкіметтік емес ұйымдарға әкелмейтін секілді. Жаңа заңның салық есебін тұрақты беріп тұратын бизнеске еш қатысы жоқ. Тек шетелдік қаржыға құқықтық көмек көрсететін, қоғамдық пікірді зерттейтін, ақпараттарды жинап, талдап, тарататын тұлғаларға қатысты. Оларда ел қатарлы тиісті салық есебін үйде отырып-ақ, ғаламтор арқылы салық төлеуші кабинетіне кіріп жібере алады дейді мамандар. Если человек получил из иностранных источников деньги, которые... Егер шетелден ақша түсіп белгілі мақсаттарға жұмсалған болса, онда тиісті декларация тапсыруға міндетті. Кейін біз оны жұртқа жария етеміз. Бұл қаржының қайда жұмсалып жатқанын Қазақстан азаматтары білуі тиіс. Келісім жасасқаннан кейін жауапты тұлға 10 күннің ішінде мемлекеттік кірістер органына хабарландыру жіберуге тиіс. Ал одан кейін 1 жарым айдың көлемінде ақшаны қандай мақсатқа жұмсағаны туралы есеп беруге міндетті. Достық Талғатұлы, Айжан Отызбаев, қорытынды жаңалықтар. Кореяда өткен 13-ші халықаралық би байқауында Бақтияр Адамжан бас жүлдені иемденді. Астана опера театрының жетекші солисі, отандық балет жұлдызы бүгін елге оралды. Дүние жүзінің кәсіпқой артистері қатысқан би байқауында Бақтияр ерлер арасында жеңімпаз атанды. Ол классикалық би жанрында жоғары дәрежеде өнер көрсетті. Виртуоздық техникасы мен кәсібилігінің арқасында ол көрермен көзайымына айналған. Бұған дейін Бақтияр Түркиядағы балет шеберлері сайысында да жеңген болатын. Мен үшін сәтті өтті. Дайындық Астанада басталды. Оған деген Турциядағы гран-приден кейін келіп, өзім отбасымен біраз болып бір демімді жинадым да, қалған 12 күн қалған кезде қойдым, бастадым қайтадан. Алла берсе өзімізде де жарыс болады, халықаралық би жарыс балеттің. Соған қатыссам ба деген. 28-ші дүниежүзілік қысқы универсиада ойындарында допинг дауына жол берілмейді. Додаға қатысатын спортшылар тыйым салынған заттарда тексеріледі. Бұл туралы бүгін универсиада 2017 дирекциясының жетекшісі Наил Нуров мәлімдеді. Шара халықаралық студенттер спортының федерациясының ережелеріне сай өтеді. Ал бұл ұйым бүкіл әлемдік допингке қарсы агенттік талаптарын ұстанады. Еліміздегі уақытша лицензиясыз қалған антидопинг зертханасы құжатын қайта алса, сынамалар өзімізде тексеріледі. Олай болмаса Германия, Катар, Австрия зертханаларына жіберуге тура келеді. Тағы бір жаңалық. Жеңісі тұғырынан көрінген қазақстандықтарға мемлекет тарапынан 15 мың мен 5 мың долларға дейін сыйақы беріледі.
Айта кетейін, бүгінге дейін 58 ел универсиадаға қатысуға өтініш берді. Қазір жарысқа дайындық қызу жүріп жатыр. Шара бюджеті 2 есе үнемделгенінде айта кетейік. Предварительный бюджет, который был заявлен. Алдын ала болжам бойынша бюджет 32 миллиард теңге болып белгіленген еді. Бұл 2 есеге қысқарды. Қазіргі универсиада 2017-нің бюджеті 17 миллиард теңге. Бұл түрлі шығындарды қысқартумен үнемдеудің нәтижесі. Мәселен, ойындар кезінде тасымалдауға қажет көлік жалға алынады. 520-ға жуық көлікпен қамтылады. Спортқа қатысты тағы бір ақпар. 4 қыркүйек күні Астанада марафон өтеді. Қатысушылар 4 санат бойынша 42, 21 және 10 шақырым қашықтыққа жүгіреді. Эстафетада ұйымдастырылады. Шара ақылы жарыстың түріне қарай 3-7 мың теңге аралығында төлеу қажет. Түскен қаражат қайырымдылық қорларына беріледі. Сондай-ақ ұйымдастырушылар ауылды жерлерде де жарыстар өткізіп, ел ішінен епті жастарды тауып тәрбиелемек. Марафон өтетін күні сағат таңғы 8-ден күндізгі 2-ге дейін Орынбор, Республика, Тұран және Сейфуллин көшелері жабылып, көлік қозғалысы тоқталады. Шараға 5 мыңдай адам қатысады деп жоспарланған. Ал бүгін қай спортшыларымыз шаршалаңға шығады. Түнгі 2:15-те әйелдер боксынан 51 келіге дейінгі салмақта ширек финалда отандасымыз Жайна Шекербекова бақ сынайды. Ал 3,5-да ерлер боксынан 81 келіге дейінгі салмақтағы спортшымыз Әділбек Ниязымбетов жартылай финалға шығады. Таңғы 4-те 91 келі салмақтағы боксшымыз Иван Дычко ширек финалда жұдырықтасады. Ал Нью-Йоркте аптап ыстыққа байланысты төтенше жағдай жарияланды. ақш-тың көптеген штатында 3 аптадан бері күннің қызуы қайтпауда. Тіпті кей өңірлерде температура 50 градусқа дейін жеткен. Синоптиктердің хабарлауынша бұл жаһандық жылынудың салдары. Сондай-ақ қалада ылғалдық деңгейі де жоғары болып тұр. 20 миллион адам тұратын қаланың әкімшілігі салқындатқыш қолдануды шектеуді ескерткен. Бірнеше апта бойы Вашингтонда да термометр плюс 32 градустан түспеуде. Алдағы демалыс күндері ауа температурасы 44 градусқа дейін жетеді деп болжануда. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтына да көре аласыздар. Ақпараттар ағынында хабармен бірге болайық ағайын.